Ал балалар, бүгін 29 қыркүйек, бүгінгі сабақтан тыс әдебиет сабағынан өтетін тақырыбымыз біз адал елдің ұрпағымыз деген тақырыпты өтеміз. Олай болса, бірінші біз адал деген сөздің мәнін біліп алайықшы, иә? Адал деген сөзді қалай түсінесіңдер? Кімнің қандай пікірі бар? Досқа адал болу, халыққа адал болу. Иә, доспен адал өмір сүруге адал достар дейді. Амал достар дейді, иә? Сондай халықтың алдында адал қызмет етуді айтамыз, иә? Адал, халыққа адал болу деп. Мінекей, біздің халқымыз үшін ерекше адал қызмет еткен бүгілетте не кімді көріп тұрмыз, балалар? Қонаев атамыз. Сондай-ақ біздің еліміз үшін сондай бір туар ұлы тұлғаларымыз өте көп болды. Солардың бірі біздің жерлесіміз Бауыржан Момышұлы атамыз осы адалдықтың ақ туы деп айтсақ болады. Наша Қашаған атамыз ол туралы ақиқат пен ар ұлысың, орның сенің ерек екен, халық болып қалу үшін кесегерлер керек екен деп жырлап өткен. Сондай-ақ біздің Бауыржан Момышұлы туралы жазған Жақсылық Сәтібеков атамыздың өздерінің жатқа білетұғын Бала Бауыржанның монологы өлеңін кім айтып бере алады? Келе ғой, Жанел. Жақсылық Сәтібеков, Бала Бауыржанның монологы. Момын құл, көкем берсе бойын маған, тірлікте әлсіздікті мойындаман, неге мен бай ұлынан жасқанамын, неге мен әлдекімнің қойын бағам. Даламның ортақ көркі құтымаған, мендағы еркелікпен құтыра алам. Бай ұлының асығы көп болса егер, мен оны дау-жанжарсыз ұтып алам. Кеудем шалқақ, бірақ мен төремеспін. Тірлігімде шығылмас төбеме шықым. Қалайтыным бәтуә, тиіскенге көрсетемін көкесін төбелестің. Менен кием, бірақ та құл емеспін. Жауымын, жақынпастың күлегештің. Тауым менің тас түлек тауыма ұқсап келеді, менің дағы түлем өскім. Әліңді біл деген сөз теріс кеңес. Пенде жоқ, Құдай менен көріскенеш. Кедейлік, кемшілігім емес менің. Ерік туған бай ұлы періште емес. Ұлғып туған мені де арыс анам. Көкем айтқан егіздеп намыс адам. Сондықтан да өмірдің бәйгесінде кім болса да жалтақсыз жарыс алам. Жалғызға шөкім шамның жол шығармас. Десе де маған серік болсын алмас. Адаммын терезем тең өзге жұртпен, бір пенде сыбағама қол сұға алмас. Жақсылық Сәтібеков атамыз бұл өлеңмен бізге егер білімді болсақ, адал болып, адал еңбек етіп, жақсы өмір сүрсек, онда бір пенде біздің сыбағамызға қол сұға алмайды дейді. Өзге ұлтпен, өзге жанмен біздің тереземіз тең болады дейді. Әлемдік деңгейдегі өте керемет бір елге айналамыз деп отыр. Сондай-ақ, осы Бауыржан Момышұлы туралы жырлап өткен ақын жазушылар өте көп. Солардың бірі Наша Қашаған атамыз. Ол кісінің өлеңін кім айтып бере алады екен, балалар? Келіңдер. Наша Қашаған, Бауыржанды жоқтау, ақиқатпен ар ұлысың, орның сені ирегеді, халық болып қалу үшін бір кесегерлер керек еді. Дара туған дархан едің, жаратылған ел бағына, халқыңның бір халқан едің, ұстайтұғын жел жағына, ерекшедің еңселедің, ұран едің ұмтылғанда, сен елімнің семсередің, сермейтұғын күн туғанда. Керек екен айқайында, оның бастан кешкен білер, 86 сойқанында, сен болмадың сескендірер, шамыр қаймап шашы топтан, алаңға да шығармайдың, содырлардың сойын соққан, бірін ала жығармайдың, жаңғырығып жақпартаушын, жарықты гүр етермедің, отставить деген даусын, жендеттерге жетермеді, саңқылдаған зор даусын, ел үнінде ерегеді, тіл мен дінді қорғау үшін, қазір де ол керек еді. Ал сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың барысында мінекей жемқорлыққа қарсы күресуіміз керек. Жемқорлық, сыбайластық дегенді болдырмауға тырысуымыз керек өмірде. Ол деген біреудің қалтасына қол сұғу деген білдіреді. Ол некен құқық бұзушылыққа жатады екен. Адамның жаңағы құндылықтарына жататұғын осындай мейірімділік, адалдық,
бір-біріне жақсылық жасау, сүйіспеншілік, ол біздің осы бойымыздан табылып жатса, онда біз осы адал елдің ұрпағы боламыз. Шәкәрім Құдайберді атамыз айтады, адал еңбек берер бақ, бассаң соған қадам дейді. Олай болса, қазір Гүлдайра бізге Шәкәрім атамыздың бір қанат сөзін оқып берсінші, келіп. Шәкәрім Құдайберді, Құдайға пара бересің, лақ пен қотыр тайыңды, жоғалтқандай көресің, ел жылатқан жайыңды. Олай емес шырағым, мұның түбі уайымды, параға берген лағым ар иманнан айырды. Елден кешу алмасаң, жалмауыздай жалмасаң, тәңіріңе мал мен алдасаң, алдында орның дайынды. Бұл жерде Шәкәрім атамыз не айтқысы келді? Егер адал өмір сүрмесең, онда оның түбінде қорлыққа апарады дейді, иә? Біреудің затын рұқсатсыз алма дегенді білдіреді. Отыра қойыңыздар, иә? Біз осындай көп қанатты сөздерді, осындай керемет өлең жырларды оқып өсіп келе жатырмыз. Күләш Ахметова апамыз не дейді? Күләш Ахметова апамыз айтады: қазақты жамандама, қазақ бала, қазақ халық қой, қазақ деген аз-ақ қана, мәңгілік ай астында, жер үстінде қазақтың жанашыры қазақ қана дейді. Олай болса, бір-бірімізді қашанда аялап, адал өмір сүруге бүгіннен бастап кірісейік, бүгіннен бастап дайын болайық. Адалдық жүрген жерде адамдық жүреді. Олай болса, ол ғажайып адамға айналады. Ертеде бір ғажайып адам болыпты. Ол кедей-кепшіктерге көмектесіп жүріпті. Бір күні ғажайып адам жоқшылықтан жүдеген баланы көреді. Ол баладан: балақай, саған не болды деп сұрайды. Ешкімнен қайырын көрмеген бала: сіз маған көмектесе аласыз ба деп сұрайды. Мен 3 тілегімді орындай аламын. Қуанып кеткен бала: менің бірінші тілегім халқымның тұрмыс тіршілігі жақсарып, бейбітшілік орнаса деймін. Екіншісі ата-анамның еңбекпен еткен егіні қаулап шықса деген тілек. Ал үшіншісі сіз сияқты ғажайып адам болсам, шіркін дейді. Мінекей балалар, бұл ғажайып адал адамның тілеген тілегі. Ғажайып адал адам болу үшін мынандай ережелер ұмытпауымыз керек. Сөзің мен ісің адал болу керек. Қарапайым болуымыз керек. Және парызыңды ұмытпа, тәртіпті бол, ойың, ниетің жақсы болу керек. Адалдық адам бойындағы таза ниет, ар-ұятқа және барлық борышына жауапкершілікпен қарауға алып барады.